Ассалаумағалейкум YouTube көрермендер, қалдарыңыз қалай? Біздің түсірілімдер болып отыр қазір Каспий туралы. Осы алда көргендеріңіз Каспийді қалай апарған. Енді бүгінгі видеода көретіндеріңіз Каспий магазинге сіздің затыңызды алдыңыз, апардыңыз, клиент қабылдап алды. Соны сіз қалай көресіз компьютерден, сол жайлы және де өзіңіздің пайдаңызды есептеуді сізге көрсететін боламыз алдағы видеода. Осы видеоны міндетті түрде өткізіп алыңыздар, жан-жақтарларыңызға таратыңыздар. Өйткені көп адам көрсе, бізге просмотр көп адам жиналады, көп адам алады бізден. Таратыңыздар, әр қазағым бай болсын. Кеттік ары қарай. Достар, міне сіздерге заказ келді, мынандай. Осы новый заказ деген кірдіңіздер, міне келді. Аты, номері, міне Каспий қандай затқа сізге заказ берді. Келді, міне Кеңтау Аль-Фараби, Кеңтауға заказ берді. Міне принят етесіздер. Сосын астында екінші заказ. Міне сабвуферге заказ етті. Оны да принят еттік, міне екеуін. И бұны принят етпесеңіз 2 сағат 44 минуттың ішінде сіз заказды қабылдамасаңыз, заказ өз-өзімен жоқ болып кетеді, басқа адамға береді Каспий магазин өзі. Одан кейін мына алдында мыналар туралы сіздерге түсіндірдік. Енді архив. Міне сізді жібердіңіз, сізге міне уже клиент алды, мына көрдіңіз бе? Менің клиенттерім алған. Сізге алған туралы сообщение келеді. Выйдыңдар. Көрдіңіздер ме? Архив. Міне. И сіздер осы жерден көре аласыздар. Бұны басқа мына күннен бастап алыңыздар. Админнің заказдар клиент админнен берілген, осыны көре аласыздар. Және де міне ВД-ны берілгенін көре аласыздар. Міне осы жерде міне возвраты. Сізге егер возврат берсе, міне пока менде жоқ. Осыны көре аласыздар, возврат келгенін көрдіңіздер ме? Курьерге көре аласыз, міне осы жерден бәрін көре аласыз. Мына күнін өзгертесіз. Көрдіңіздер ме? Күнін мына жерден өзгертеді. Осы қай күннен бастап міне сохранить, сосын болды. Архив, осыны көре аласыздар, достар. Міне енді сіздің заказыңыз барды, енді сіз өз пайдаңызды есептеуіңіз керек. Ол үшін сіз Google-ге кіресіз. Міне біз бәрін Google-ге кірейік. Каспий Pay деп жазасыз, Google-ге кіріп. Так, мына жерде негізі Google-ге кіргеннен кейін, мына жерде негізі өзіңіздің пароліңізбен, өзіңіздің номеріңізбен Каспий Pay-дің и пароліңіз сұрайды негізі. Соны жазасыз, Каспий. Одан ары қарай, міне платежи счета, міне продажаны басамыз, міне продажа. Міне бүгінгі кешегі болған сума 252.591 теңге. Міне комиссия 22.239 теңге. 69 тиын алған. Возврат ешқандай болмаған, 11 количество сатылым болған. Көрдіңіздер? Таза сізге қалған 230.351 теңге қалған сума кешегі маған. Бұны қалай көреміз? Қанша ұстаған, қанша не істеген? Мына жаққа кіресті, Excel деген форматқа осыны кіреміз. Біз өзімізге жазып жатырық бұны форматта. Міне жаздық. Одан кейін міне открыть, өзіміз аштық Excel форматтан. Міне бізге шықты, детальная информация по операция міне шықты бәрі. И міне оңға қарай бассаңыз, мына жақта көрсетіп тұрады міне Каспий магазин. Магазин кредит на покупку міне 62.000 теңгеге міне бір зат алған. Міне көріп тұрсыздар. Қазір былай қарай кішкене алайық. Міне Каспий магазиннен 62.399 теңгеге бізден зат алған. Ол үшін 62.000 теңге үшін бізден комиссия за операцию міне көрдіңіздер. Бәрі көрсетіп тұр, анық, прозрачный бәрі көрсетеді Каспий. Міне 4% алған. Әр товарға әр қалай процент ұстайды мына жерде. Соны мән беріңіздер. Міне 2.527 теңге алған менен 4% екен. И сосын ояқта мәні 592 не үшін алды бізден? Комиссия Каспий Pay-ға алды. Бірінші ай мұнау негізі алмайды сіздерді, бірінші ай. Сосын қалған айдан бастап осы комиссия алынады бәрлік сумадан. Каспий Pay өзіне алды 0,95% өзіне алды. Және де ол
Бұл Алматы қаласында болған доставка стоимость. Алматы қаласында болған үшін мен Каспий замилерге апардым. Замилерге апарған үшін, замилерді жеткізіп берген үшін 604 теңге алды, көрдіңіз бе? 604. Бұл сума аз өте, негізі керемет. Осы алдымыз. Әрғалай, осылай міне барлық сіздер өздеріңіздің продажаларыңызды көрсеңіздер болады. Мысалы, циклон саттым мен, бір цилиндр 5623 теңгеге саттық. Міне одан алынған сума, міне комиссия за операция 227 теңге алынды. И мына жақта Каспий Pay 1% алады, 53 теңге алған. 3 айға міне басқа қалаға кетті, бұл жақтан комиссия алынбады. Өйткені комиссия мына жақта не үшін алынбайды? Ондай жағдайда товарыңыз 10.000 теңгеге жетпеген жағдайда сізден комиссия алмайды. Сол бір жақсы жері бар. Ал 10.000 теңгеден асып кетсе сізден болды комиссия алады, доставкаға алады ақша. Доставкаға ақша алатын жер, бұл қазір көрсетемін. Міне осылай есептейсіздер осы жерде. Бұл жерде только Каспий Pay өзінің комиссиясын Pay'нен алады, және комиссия сатылым болған үшін алады. Міне осы жерде міне 2257, 2257, 1800 теңге көрдіңіз бе алған. Осылай есептейсіздер, достар. Міне қазір сіздерге көрсетейін. Каспий доставкаде қанша теңге алады, мысалы бізден. Оны міне бұлай көресіздер. Міне бір заказды мысалы алайық. Міне 10.000 теңгеге жетпесе, бағанағы айтқандай 5623 теңге. Бұл уже Каспий Pay бізден тегін апарып береді бізге, біздің заказды. 10.000 теңгеге жетпесе. Так, міне, егер міне 10.000 теңгеден асып кеткен жағдайда, міне басқа қалаға барады. Қазір қай қалаға баратын көрейік. Кеңтауға барады екен, достар. Кеңтауға баратын міне елер деген. Бұның стоимость міне доставка для продавца көрдіңіз бе? Клиентке тегін болады да, біз төлейміз ақшаны. 2239 теңге. Осыны минусовать етесіз, еще бағана анаяқта комиссияңызды минусовать етесіз. Сол кезде сіздің өзіңіздің қалатын маржаңыз шығады. Осылай есептейсіздер. Болды осымен.